Кужеленко Ольга Дмитриевна 20 ғасырдағы қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасуымен тығыз байланысты суретші. 1911 жылы Днепропетровск қаласында дүниеге келген. 30 жылдардан бастап оның өмірі Қазақстанмен тығыз байланыста болды. Ол бұл жерден тек шығармашылық ортаны ғана емес, сонымен қатар ішкі үйлесім мен рухани тыныштықты тапты. Республикадағы алғашқы кәсіби әйел суретшілердің бірі болды. Кужеленконың шығармашылығы түрлі жанрларды қамтиды. Алайда оның мұрасында натюрморттар мен портреттер ерекше орын алды. Оның жұмыстары жай ғана заттар мен адамдардың бейнесі ғана емес, бұл көңіл күйге, жылулық пен жеке естеліктерге толы ішкі өмірдің бір сәтке тоқтаған көрінісі. Яғни қарапайым әйнек құмырадағы гүлшоғы, не болмаса сабырлыққа толы әйел бейнесі болсын. Әрбір туындысы бір оқиғаны айтып тұрғандай. Оның натюрморттарынан үй тіршілігінің жайлылығы, шеберхананың терезесінен түсетін жарық бояудың иісі мен ойға батқан тыныштық сезіледі. Бұл шығармалар суретшінің өзіндік күнделік іспетті. Оның әрбір зат эмоциялық жүк арқалап, тірі әңгімеге айналады. Әсіресе шығармашылық тұлғалардың бейнелері ерекше тартымды. Олар арқылы суретші тұлғаның ішкі сұлулығын, оның ерекше талантын айқындап көрсете алды. Ольга Кужеленконың кескіндемесі қарапайымнан сұлулық таба білу, сәттерді тоқтатып, оларды мәңгілікке айналдыру өнері. Оның мұрасы Қазақстан мәдениеті үшін маңызды қазына және болашақ буын суретшілеріне шабыт көзі болып қала береді.